Армысыздар, бармысыздар, біздің қымбатты тыңдармандарымыз. Арнамызға қош келдіңіздер. Арнамызға салған әңгімелерімізге лайк басып, тіркеліп, қолдап жүрген сіздерге Аллам разы болсын. Әңгімелерімізге лайк басып жүрген алтын саусақтарыңыз талмасын, шаршамасын. Отбасыларыңызда тек береке болсын. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, мен әңгімемді бастайын. Мен әңгімелейтін әңгіме 1996 жылдары Алматы қаласындағы Сибір тергеу изоляторында орын алған оқиға болатын. Үсенов Талғат деген жігіт военный академияны бітіріп, Алматы қаласындағы жоғарыда аталған тергеу изоляторына жұмыс істеуге ниет білдіреді. Әскери шені лейтенант сол кездегі түрме басшысына өтініш жазады. Сол кезде түрме басшысы болып полковник Лыршиков деген кісі болатын. Лыршиков Үсенов Талғаттың берген өтінішіне қол қойып, жұмысқа қабылдайды. Келер күні жұмысқа келген Үсенов Талғат түрменің ішіне кіргенде бойына біртүрлі сезім келеді. Себебі түрменің есіктерінің бәрі темір тормен қоршалған. Тура түрмеге кіре берісте солдаттар ит ұстап тұрады. Адамға бейне бір қапасқа қалған секілді, бойы үйренбейтін бір беймәлім дүние бойыңызды тіліп өткендей болады. Бұл жұмысқа келгеннен соң оны Алматы түрмесінде әйелдер отыратын камералар болады. Бөлек арнайы оны зектердің тілімен жен продол деп атайды. Дәл осы жен продолға Үсенов Талғатты куратор қылып жұмысқа бекітеді. Куратордың міндеті күнде кезекшілік ауысқанда азанғы сағат 9-ардың шамасында проверка болады. Сол проверкада кезегін өткізіп жатқан ДПНС деген болады. Дежурный следственный изолятор деген. Міне осының жанында тұрып, сол продолдың басшысы ретінде тексеру жүргізеді. Әр камераның алдына келіп, ішінде отырған сотталушыларды камерадан шығарып, беттерін долға қаратып, қолдарын артына ұстатып, камераның ішін шумон деген болады. Тінту, артық заттар бар ма, не болмаса есірткі заттары бар ма, тіпті ішімдік арақтарда болуы мүмкін деп, бәрін жаппай тексеріп болғаннан соң, болға қарап тұрған сотталушыларды бері қаратып, дежурный ДПНС әр карточкаменен сотталушылардың фамилиясын оқығанда, сотталушылар менмін, осындай статьямен отырмын деп жауап беруі тиіс. Бірінші бір камераны тексеріп, болғаннан соң сотталушыларды ішіне кіргізіп, келесі камераға келіп, камерада отырған сотталушыларды коридорға шығарып жатқанда, Талғаттың көзі талдырмаш әдемі, қасы көзі қап-қара, сұлу қызға көзі түседі. Бейне бір денесін от қарығандай селт ете қалады. Сол әдеттеріне салып, дежурный сотталушылардың бәрін олға қаратып, қолдарын артына ұстатып, камераның бәрін тексеріп, сыртқа шыққаннан соң сотталушыларды бетін бері қаратып, әр сотталушының аты жөнін, фамилиясын атағанда, сотталушылар статьяларын айтып, доклад жасайды. Кезек әлгі талдырмаш келген қызға келеді. Қыздың фамилиясын Исқақова Айгүл деп атаған кезде, Айгүл өзінің статьясын 296 үшінші тармағы дейді. Одан ары қарай сотталушыларды кезегіменен фамилиялармен атағанда, барлығы статьяларын айтып, доклад жасайды. Талғат Айгүлдің қасында сәл кідіріп тұрып қалып, өзін өзі әзер дегенде бойын билеген бір сезімді тоқтатып, ары жүріп кетеді. Не керек? Проверканы жасап болғаннан соң, жен продолдың кураторы Үсенов Талғат өз кабинетінде отырып, түрме кезекшілердің біреусін шақыртып алып, 34-ші камерадағы Исқақова Айгүлді менің кабинетіме алып кел дейді. Ойықтың тәртібі бойынша кезекші есікті ұрып, фамилиясын атап, на выход дайындал деп ескерту жасайды. Айгүлдің фамилиясы аталып, на выход деген кезде Айгүл түсінбей қалады. Бүгін оған адвокат не болмаса қоғамдық қорғаушысы келмейтін еді. Бұл не жағдай екен деп, есіктен шығуға дайындалып келіп тұрады. Есікті ашқан кезекші қолыңды артына ұста деп, Айгүлдің қолын артына ұстатып, олға қаратып, есікті жауып болғаннан соң, алдыма түсіп жүр деп, куратордың кабинетіне алып келеді. Есігін тықылдатып қағып, рұқсат па деп рұқсат сұрап, әлгі кезекші Исқақова Айгүлді алып келгенін жеткізеді. Кірсін деген куратор ишарат білдіреді. Кезекші Айгүлді куратордың кабинетіне кіргізіп, есікті сыртынан жауып кетіп қалады. Айгүл кабинетке кіріп,
Аң-таң болып қалады. Не үшін шақырды екен? Ешқандай тәртіп бұзған жоқпын. Бұл не жағдай деп ойлап үлгергенше, тура тұр, отырыңыз деп диванды нұсқайды. Диванға жайғасқан Айгүл, құлағым сізде дейді. Сәл жымиып күлген. Тура тұр, сіздің статьяңыз есірткіге байланысты екен. Ол қалай болып жүр өзі деп сұрайды. Айгүл біраз басын төмен салып отырып, әңгімені баяндап береді. Айгүлдің әкесі әскери адам екен. Айгүлді өздері өн бойы іс-сапарларда жүретіндіктен әжесі Алматы қаласына қолын алған екен. Осы Алматы қаласында оқып, мектеп қабырғасын бітіргеннен соң жоғары оқу орнына түсіп, студент болып жүрген кезінде Ермек деген бір жігітпен танысып қалады. Екеуінің таныстығы ақыры соңында махаббатқа ұласады. Осылай екеуі тәтті сезімнің құшағында жүргенде, күндердің бір күні кешке таман олар бір кафеден шыққанда полицейлер келіп, оларды ұстайды. Дәл осы кезде Ермек қалтасындағы бір кішкентай затты шығарып, оның қол сөмкесіне салып жібереді. Айгүл бұл не дегенде, ой сен қызсың, саған ештеңе қылмайды деп, кері бұрылып кетеді. Екеуін полицейлер тексергенде, бұның қол сумкасынан 1 граммнан аса героин шығады. Полицейлер дереу Айгүлді қамаққа алып, тергеу амалдарын жүргізеді. Ермек сол зытқаннан зытып, қайтып Айгүлмен хабарласпай қояды. Айгүлден тергеушілер сұрағанда, мен наркотик қабылдамаймын, бұл зат менікі емес деп отказға кетеді. Ендігі жерде Айгүлдің статьясын ауырлатып, распространение 96-ның 3-ші тармағын қояды. Осы бойда Алматы тергеу изоляторынан бірақ шығады. Ал Ермектен ошты күйлі хабар жоқ. Әжесі қоғамдық қорғаушы болып, аптасына 2-3 мәрте келеді екен. Міне осы біздің жағдайымыз деп, көзінде мұң бар, өзін өзі қинап, әзер дегенде күлген болып, Айгүл басын төмен қаратты. Талғат біраз отырғаннан соң, түсінікті дейді да, орнынан тұрып, сыртқы есікті ашып, күзетшіні шақырып, камерасына апар деп бұйрық береді. Айгүл сау болыңыз деп, куратордың кабинетінен шыққанда, әлгі дежурный бетіңді долға қаратып тұрып, қолыңды артыңа ұста деп бұйрық береді. Сонан соң, бетін бері қаратып, камераға қарай жүр деп бұйрық береді. Камераның алдына келіп, бетін долға қаратып, екі қолын артына ұстаған күйде тұрғызып қояды. Камераның есігін ашып, сонан соң барып, камераға кір деп белгі береді. Кешке жұмыстан қайтқан Талғат үйіне барғаннан соң көз алдынан Айгүл кетпей қояды. Түніменен дөңбекшіп, таң ата көзі ілініп кетсе, сағаттың қоңырауы шарлап келіп, еңіреп жөнелді. Орнынан тұрып, жуынып, шайынып, әскери киімдерін киіп, жұмысқа келеді. Жұмысқа келгеннен соң, күнделікті бір жұмыс, таңғы сағат 9 шамасында қайтадан проверка болады. Проверка дәл сол кешегідей өткізіліп жатыр. 34-ші камераның алдына келгенде, Талғаттың жүрегі атша тулап қоя береді. Себебі, осы камерада отырған Айгүл Исқақова оның жүрегінен ықтап орын алған секілді. Камераның есігі ашылып, ішіндегі сотталушыларды сыртқа шығарып жатқанда, Талғаттың өзі тек Айгүлде болды. Тура кешегідей, әр сотталушының фамилиясын атаған кезде статьяларын айтып, доклад жасап отырды. Проверканы жасап біткеннен соң, кабинетіне келген куратор бір кезекшіні шақырып, 34-ші камерадағы Исқақова Айгүлді алып кел дейді. Кезекші дәл кешегі әдетімен Айгүлді камерадан шығарып, куратордың кабинетіне алып келеді. Ішке имене кірген Айгүлге қарап, жадырап күліп, куратор отырыңыз деп диванды көрсетеді. Өзі орнынан тұрып келіп, есікті ішінен кілттеп, тура Айгүлдің жанына келіп жайғасады. Айгүл ыңғайсызданып, есікті ішінен құлтағаннан секем алып, өрісіп, бұрышқа қарай қыла бастайды. Дәл осы кезде куратор Айгүлдің қолынан ұстап, сен менен қорықпашы, сен қатты ұнап қалдың. Өмірімде мен бұлай адам баласына ғашық болған емес едім деген кезде Айгүл, жарайды доғарыңыз, сіз өз қызметіңізді пайдаланып, менің арымды таптаман қойыңыз бар ма дейді. Жоқ, тіпті олай емес, мен сені қатты ұнатып, сүйіп қалдым деп, Айгүлдің қолының сыртынан сүйіп, кеудесіне басады. Айгүл екі қолменен Талғаттың кеудесінен итеріп, жарайды, тоқтатыңыз, тоқтатпасаңыз, мен айқайлап дауыс шығарамын дейді. Талғат өзінің есін әзер жиып, Айгүлді құшағынан босатып, қалтасындағы кілтті шығарып, іштен кілттеген есікті қайтадан ашып, бірге орнына барып жайғасады. Ары-бері әңгіме айтып, шын мәнінде Айгүлді ұнатқанын тағы да қайталап өтеді. Біраз уақыттан соң куратор орнынан тұрып, кезекшіні шақырып, Исқақова Айгүлді камерасына апар дейді. Айгүл шығып бара жатып, Талғатқа қарағанда екеуінің көзі бірдей түйісіп қалады. Көзін тайдырып алған Айгүл басын төмен салып, жақсы сау болыңыз деп, кабинеттен шығып кетеді. Кезекші Айгүлді
сол баяғы әдетімен екі қолын артына ұстатып, камерасына апарып тастайды. Не керек осылай, күн сайын Талғат Айгүлді кабинетіне шақыртып тұрады. Бір жұма өткенде, Айгүлмен бір камерада отырған әйелдер Айгүлден сені күнде қайға шығарады? Мумовской хатада жүрген жоқсың ба деп сұрайды. Айгүл жоқ, мені куратор күнде шақырып, қалай түскенімді, не болғанын сұрап мазалайды дейді. Онда отырған әйелдер үш мәртеден отырғандары бар. Сен онда оған былай де, күнде шай темекі, тәтті әкелсең, тіпті қатып кетер еді деп. Айгүл жарайды дейді. Келесі жұмада Талғат Айгүлді кабинетіне шақырғанда, ондасы біраз әңгімелескен соң, маған шай темекі, тәтті әкеліп тұр дейді. Талғат дереу кезекшіні шақырып, шай темекі, тәтті кабинетке алып кел дейді. Кезекші заулап отырып, 3-4 пачка темекі, 1 пачка шай, азын-аулақ тәттісі бар, кураторға алып келеді. Қоштасып жатқан кезде Талғат осы заттарды Айгүлге беріп тұрып, келесі кездескенше деп Айгүлдің маңдайынан сүйіп алады. Ол жолы Айгүл аса қарсылық білдіре қоймайды. Камерасына келген Айгүл шай темекі, тәттіні алып кіргенде, бірнеше мәрте отырған мұндайларда ходачкалар дейді. Ой, жарайсың, міне осылай болу керек деп, Айгүлдің арқасынан тағып қояды. Осылай бір айға жуық уақыт өткенде, бір күні кезекші келіп, Скахова на выход деп айқайлайды. Камерадан шыққан Айгүл куратордың кабинетіне емес, басқа жаққа қарай жүр деп кезекші айтқанда, түсінбей қалады. Не керек? Бұйрықтың аты бұйрық. Кезекшінің алдына түсіп, бірінші қабатқа түседі. Бірінші қабатта қос бандиттер деген болады. Олар сол түрмеде қалып, сұрақтарын ары жалғастырып, түрмеде отырған адамдардың ауқаттарын тасып, қолдарын жуып жүреді. Оларда хоз бандит дейді. Осы хоз бандиттердің демалатын орындары болады. Олядан күйеуі барлар түрмеге күйеулеріне келгенде кездесетін орындары. Дәл осы жерге кезекші Айгүлді алып келеді. Есікті ашып, ішке енгенде ортаға үстелді жайнатып қойған. Іштің бәрі әппақ. Үстелдің үстіне жақсы тағамдар қойылған. Талғат жалғыз өзі отыр екен. Кезекші Айгүлді ішке кіргізіп, есікті сыртынан жауып, орнынан тұрып Талғат күліп келіп, Айгүлдің қолынан сүйіп, маңдайынан сүйеді. Отыр деп, жанындағы орындықты нұсқайды. Қалағаныңды ішіп же дейді. Бостандықтың да тамағын сағынған боларсың дейді. Айгүл сәл тартыншықтап барып, тәтті тағамдарды ақырындап жей бастайды. Не керек сол күні екеуі бір-біріменен табысып, күйеулері жарасады. Шын мәнінде Айгүл де Талғатты қатты ұнатып қалған еді. Ойшаң жігіт, жауырыны қақпақтай, үстіне киген әскери киімі таза тап-таза, жасы 25-те жалындаған жігіт еді. Не керек? Екеуі әзер қоштасып, тарқасады. Камерасына келген, қолында тәтті тамақтары бар, шай темекілері бар. Айгүлге камерада отырған әйелдер ғана да қызығып та қарайды. Кім келді деген кезде, жай әжем келді деп жылы жауап қоя салады. Міне осылай Талғат пенен Айгүлдің арасында жиі кездесу болып тұрады. Арада жай өткенде Айгүлді сотқа шығаратын болады. Талғат Айгүлге қорықпа, мен үлкен кісілермен сөйлестім. Сенің 96-ның бірінші бабына ауыстырып, бостандыққа шығарады дейді. Себебі тергеуді қайта тергетіп, Айгүлді есірткіні өзі қабылдайды деп, бірінші частіне сотта ауыстыратын болып, тергеуші соған дайындап апарады. Не осылай, бірінші күні сотқа шыққанда Айгүлдің соты болмай, келесі жұмаға қалдырылады. Талғат түрмеден Айгүлді күтіп алып, ешқандай алаңдама, келесі жұмада сені 996-ның бірінші бабыменен осы отырған срогыңды отсиженный срокым бостандыққа шығарады дейді. Не керек? Бір жұма, бір айға татиды. Бір жұма бойы Талғат Айгүлді кабинетіне шақырып, күйеулін көтеріп, жақсы қолдау танытады. Бұл кезде екеуі ерлі-зайыпты адамдар секілді бір-біріменен жақын қатынаста жүретін. Көткен бір жұмада келіп, Айгүлді сотқа көтеріп, сот залында Айгүлге үкім шығарады. 296 баптың 3-ші тармағын 296-ның 1-ші тармағына ауыстырып, отырған мерзіміменен Айгүлді бостандыққа шығарады. Айгүл сенер-сенбесін білмей, еңкілдеп жылап жібереді. Сот залынан сыртқа шыққанда Айгүлді Талғат бір құшақ гүлменен күтіп алады. Дәл осы кезде Айгүлдің әжесі осы жерде болатын. Айгүлдің әжесі Талғатқа дән ырзашылығын білдіріп, Талғаттың маңдайынан иіскейді. Қызын құшақтап, әбден жылап алады. Себебі Айгүлдің әкесі Айгүлді түрмеде отыр деп, әкесіне айтпаған еді. Міне қымбатты тыңдармандар, бостандықта таппаған бақытын Талғат тар қапас түрмеден тапты. Бұл күндері жақсы отбасы, екі сәбилері бар, құтты ғұмырларын кешіп жатыр. Қымбатты тыңдармандар,
әңгімелерimiz қандай да бір әсер қалдырып жатса, лайк басып, тіркеліп, қолдап қойсаңыздар болады. Арнамызға тіркелмеген тыңдармандарымыз болса, арнамызға тіркеліп, бізге көмек қолын ұсыныңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге ауадай қажет. Көп жылса көл, тамшыдан теңіз құралады деушеді қазақ атам. Сіздердің әрбір басқан лайктарыңыз, әрбір арнамызға тіркелгендеріңіз бізге үлкен күш қуат береді. Ал ендеше қымбатты тыңдармандар, келесі әңгімемізді жолдағанша сау саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстанымыз қанатын кеңге жайып қаштай берсін. Сіздер менен әңгіме дүкен құрған Әлидің әңгімелері YouTube арнасы, ал мәтінді оқыған Әли Азат Байұлы.